Не үшін Құранды бейсенбі күні бағыштаймыз? Қазақта біздің ата-бабаларымыз бейсенбі күні пейшенбілік дейді. Құран бағыштап, ата-бабаларына Құран бағыштағанда пейшенбілік беріп отырған. Тіпті қайтыс болған адамның да осы әлеусақ үшін бар 40-ына дейін сол пейшенбі күні Құран оқып отырады да. Бұл енді мен қателеспесем бір хадис бар. Осындай бір хадис бар. Бұл қаншалықты хадис екенін білмеймін, бірақ осындай хадис бар. Біздің бабалар осыған сүйенеді. Яғни бейсенбі күні оның мағынасында сол әруақтар Құран дәметеді, үйді аралайды деген сөз бар да, яғни қазақта да. Бұл үйді аралайды деген сөз сен әруақтарға үйін тықылдатып тұрады деген мағынада түсінбеу керек. Бұның барлығы бабалар терең мағынада айтып кеткен да. Яғни үйді аралайды деуі былай қарағанда бір мағынада қабір әлемінде сол күні бейсенбі күні Құран дәметеді дейді. Неге Құран дәметеді дегенде, Құранның тек қана Құран емес, бұл жерде сол күні бір сауап дәметеді да. Яғни қазақта оны жеті шелпек дейді. Неге жеті шелпек? Өйткені жеті тозаққа қатысты, сол жеті хұрма деп айтқан хадистерде, жарты хұрма деп айтқан. Сауаптың ең үлкені ол Құранда. Сауаптың ең үлкені Құран болғаннан кейін бұны бейсенбі күні бағыштайды. Неге бейсенбі күні деген уақытта? Бұның хикметі білуші бір Алла, жұма күні қиямет болатын белгілі да. Сондықтан білуші бір Алла, мен бұл жерде түсінгенім, бұрынғы кісілерден сұрастырғаным, жұма күні қиямет болады да. Ал қиямет болған күні ол қабір әлеміндегі адамдардың барлығы, ол сен ойлағандай олар ұйықтап жатқан жоқ, қабір әлемінде олар қатап тастаған жоқ олар. Ол қабір әлемінде өмір сүріп жатыр да. Бұл туралы Құранда ашық аят бар да. Мұсылмандар сенің жасағандарыңды қабір әлеміндегі мұсылмандар көреді, пайғамбар көреді деген ашық аят бар да. Яғни көреді, қозғалыс бар, өмір бар деген сөз. Сондықтан олар бейсенбі күні қорқады. Өйткені жұма күні қиямет болады да. Ол қияметтің болмайтынын қаяқтан білемін деген уақытта оны ғалымдар айтқан, ең алғаш жер бетінде жұма оқылып имам, ең бірінші жұма намазды оқыған имам оң жағына сәлем берсе, онда келесі аптаға дейін ол қиямет созылады деп айтады да. Сондықтан осы қияметті сол күні күтеді, барлығы күтеді. Өйткені ғайып мәселе да, оны Алла ғана біледі. Періштелер де, барлығы да, бүкіл пайғамбарлар да сол қабір әлемінде Алланың сол қияметін күтеді. Мүмкін осы аптада, осы жұма күні қиямет болатын шығар деп күтеді да. Сол күткеннен кейін не болады? Сол қиямет, сіз қабір әлеміндесіз, мысалы өзіңіз ойлайсыз, қабір әлемінде қиямет болайын деп жатыр. Сізге сол қиямет болған уақытта қабір ертең махшарда қайтадан тірілуіңіз керек та. Және қиямет болып жатыр, өте қорқынышты да, бір қорқынышты жағдай. Осы кезде Құран бағыштаған уақытта Құранның сауабы, нұры сізге барады да. Бұл Алланың мейірімі, Алланың рахымы. Неге? Бұл мына жақтан жіберілген ұрпақтарының дұғасы, батасы. Осы бір бата, осы бір дұға, осы Құран Алланың мейірімі болып қабір әлеміндегі жаңағындай қияметтен қатты қорыққан. Біз мына дүниеде жүрген қияметтен қорқпаймыз. Өйткені біздің неде ол ертең жұма күні қиямет болады десе де біз кәдімгі спокойно жүре береміз де, кәдімгі түк болмаған сияқты көреміз ғой. Өйткені бізде сезім жоқ, ондай сезу нәрсесі жоқ. Ал қиямет әлі қабір әлемінде ол жақтың несінде ақиқаттар анық көрінетін болғандықтан олар қатты қорқып, кәдімгідей ақиқатты көргендіктен олар шынайы сенеді. Біз шынайы сенбейміз да. Қиямет бар ғой дейміз да, отыра береміз да. Тіршілігімізді жасап, сол ана мынау, тұтым, доллар қымбаттап кетті, түсіп кетті деген әңгіме жүреміз да. Олар ол әлемде кәдімгідей күтеді де, ашық ақиқат, барлық ақиқаттар анық көрінеді ол әлемде. Сондықтан қиямет келіп қалуы мүмкін деп олар қатты күтіп қорқады. Осы кезде Құран сауап бағыштаған оларда бір Алланың рахымы болып барады да, оларға да мейірі болып барады. Соны олар сол Алланың сол рахымына түнде қатты қорықсаң, мысалы свет жақпасаң бір қорықпайсың мысалға да, сол сияқты оларға бір нұр болып барғаннан кейін сол Алланың Алладан бір рахым дәметеді да. Сөйтіп олар сол Құранды өздеріне бір қорек етіп алады, бір шапағат қылады да, Алладан рахым болады. Сол себепті олар бейсенбі күні Құран дәмететін содан. Ал ертеңгі жұма күні сол имам оң жаққа сәлем бергеннен бастап, сол Құраны ары қарай бір нұр болып өздерінде үлкен нұр болып барады. Тіпті ол қабір әлемінде қиналып жатқандар болса, Алла Тағала сол Құранның ықыласта оқылған Құран болса, иншалла қабыл етсе Алла Тағала сол тіпті қабір әлемінде тозақтан да Алла Тағала оларды шығарып, қабір әлемінің жұма жағына қарай жібереді. Бұл енді ұзақ әңгіме, бұл туралы имам Суютидің кітаптарында бар, басқа бар деген сияқты. Бірақ негізінде Құран бағыштаудың бір хикметі болса, бұны бәлкім кеңірек подкастта айтатын боламыз.